Ladies and gentlemen, ханымдар мен мырзалар, жүректерде жайнаған, жүрек төрін жаулаған, көрерменнің қимасы, көңілді тапқырлар лигасы. 2021 жыл шығыс аймақ керемет кеш жарық достар. Дәл осындай қошеметтеріңізбен бүгінгі кештің жұлдыздарымен таныс болайық. Барлығымызды шаңыраққа қаратып қойған Нұрсұлтан ұл білім инновация лицейінің құрамасы Шаңыраққа қара командасы. Доғыл шапалақпен. Ендігі команда Шаңырақтың нағыз иелері. Нұрсұлтан қыз білім инновация лицейінің құрамасы 187-ші үй командасы. Өздерін Джастин Бибердің фанаттары деп қояды. Павлодар ұл білім инновация лицейінің құрамасы Ажы Биберлер. Көңілді тапқырлар лигасының еңбек сіңірген ойыншылары Павлодар қыз білім инновация лицейінің құрамасы 6 адам. Как говорится, Восток дело тонкое, бірақ ол бұл жігіттерге қатысы жоқ. Өскемен білім инновация лицейінің құрамасы Десеңия командасы. Және де шығыстың тәтті командасы Өскемен Нұрорда мектебінің құрамасы Шоколад командасы. Және де соңғы команда құлақтан кіріп бойдалатын Семей білім инновация лицейінің құрамасы Bill Gates. Бұл аймақта көргендеріңіздей сайысқа 7 команда түседі және 8-ші маңызды командамыз Әділ Қазылар алқасы. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының солтүстік аймақтық координаторы Алмас Муканов. Нұрорда халықаралық мектебінің директоры Селман Шимшек. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының қоғамдық қатынастар жөніндегі вице-президенті Ғалымбек Бермағамбетов. Дарын республикалық ғылыми практикалық орталықтың департамент директоры Каркулова Айгүл Акингереевна. Және де білім инновация халықаралық қоғамдық қорының вице-президенті Нұрбол Төлебаев. Көп ұзамай сайыстарымызды бастаймыз, ал командаларымызға сәттілік. Бүгінгі ойынымыз жалпы 3 сайыстан тұрады. Олар команда таныстыру сайысы бастауыш, уақыт шектеуі 4 минут. Осы маусымның жаңалығы, жаңа бір сайыс, оқиғалық ширату, және де еркін сайыс, яғни фристайл, уақыт шектеуі 3 минут. Барлық сайыстарға жалпы тақырып көптен күткен КТЛ. Құрметті көрермендер, жарқын жүздеріңіздегі маскаларыңызды киіп отыруларыңызды сұраймыз. Және сайыстар басталар алдында барлық командаларға бауырмашылықтарыңызды көрсетіп, бірдей қошемет көрсетек. Көп-көп рахмет. Және кешімізді ашушы сайысымыз бастауыш алғаш боп ортаға Өскемен Нұрорда мектебінің құрамасы Шоколад командасы. Доғыл шапалақпен.
Ей, не істеп тұрсың? Мықты адамдардың сеп атқанын қайталап жатырмын. Армысың, Нұрсұлтан? Алдымен өзіміз таныстырып кетейік. Мынау Дария. Ой, достар, мен сахнаны қатты сағынып. Сәлем сахна. Сәлем, Дария. Сәлем жүргізушінің тумбасы. Сәлем, Дария. Сәлем көрермен отырған орындықтар. Ал мынау Махамбет. Сенің өз дайындаған әзілің бар ма? Менде ара туралы әзіл бар. Ей, қайдағы ара, ақмақ? Ей, қалай ақмақ? Онда сен сүйкімсізсің. Рахмет, мама! Алтынай, сенің бір дайындаған әнің бар шығар? Жоқ. Сенің кесіріне жеңілсек не болады? Аттарымды жинап жүрсеш. Тоқтат, болды. Дайындаған бір дұрыс әзілдерің бар ма? Әрине бар. Дария, хабарлаш. Тамашалаймыз. Қонақтарға қатты беріліп кеткен лицей мұғалімі. Ассалаумағалейкум ағай. Уалейкум ассалам. Сіздің осы туған күніңіз қашан? Парасат айының 14-ші жұлдызы. Скоро балдармен тойлаймыз. Жалғастырамыз. КТЛ жанұясына отбасылық драма. Әкесі баласын ручка айналдыра алмайтынын біліп қойып. Мен сені сонда КТЛ-ға не үшін жібердім? Жоқ, әке. Әке деме мені. Көршім көңілсізсің ғой. Ойлаш, мен балам ручка айналдыра алмайды. Ойбу, сенің ұлыңа қызыңды бермекші болғам. Жоқ, маған қыз керек емес. Жоқ, ондай мағынада емес. Тоқтатыңдар болды. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдірген. Бердібек, сен не істеп жүрсің? Менің Нұрболғайға айтар сөзім бар. Шынымен сен осындай гүлгін. Құрметті Нұрболғай, мен сіздің қызыңыз Кәусарға құда түсуге келдім. Ал қолындағы гүл кімге? Атама, Қай атаңа? қайнатама Нұрболғайна гүл сізге. Ау, я болды, келіс қой, Мөшкемеге келін болсын. Жақсы түсу, жан пока. Жақсы қайната, мен кеттім тойға дайында берейін. О, міне жақсы болды. Нұрболайға гүл сыйладық. Бірақ ол кісі гүлін атпайды ғой, ол балдын атады. Аяқтаймыз, болды. Құрметті көрермендер мен Әділқазы алқасы, ойынымыздың соңында сіздерге мына инсулинді сыйға тартқымыз келеді. Инсулин не үшін? Енді біз сияқты тәтті командадан кейін бұл кісілерде диабет пайда болуы мүмкін ғой? Сіздермен бірге болған шоколад. КТЛ-ге деген тәтті махаббатпен. Ал келесі балдарыңызда гламурный қыздардан тұратын Нұрсұлтан қыз білім инновация лицейінің құрамасы 187-ші үй командасы. Ду қол шапалақпен қарсы алайық. Сұлу қыздарыңыз тағы да келді. Бірақ біз оларды шығармай қойдық. Қыздар, білесіңдер ме? Маған сахнаның сыртында әдемісің деп айтты ғой. Ей, Жігіттер деп айтамыз деп шештік қой. Кешіріңдер қыздар, мен олай айта алмайды екенмін.
Құрметті қазылар алқасы, біз қыздар лицейінде оқығандықтан, бізде тек қана қыз сыны байқауы өтеді. Және өз өнері сайысында біз тамақ әзірлейміз. Дәстүрімізді бұзбай, сіздерге де ала келдік. Ой, қыздар, шымкентский варианттарын қойындаршы, бұл квн емес пе? Уайымдамаңдар қыздар, ағайлардың қарындары тоқ болса, өздері ақ жоғары бал қоя береді ғой. Туф, ақылды болмаш, біле білсең, сенің білім деңгейің Астананың ЛРТ секілді. Қалай сонда? Басы бар, бірақ аяғы жоқ. Ендеше жігіттер, телефондарында дайындап отырыңдар. Признавашкида кездескенше. Әзіл хабарлайтын қызды хабарлайтын қыз. Әзіл хабарлайтын қыз. Мен ғой. Сонымен көреміз, қыз сыны байқауында екінші орын алған қыздың түрін бірден байқауға болады. Сәлем, сен емес пе бірінші орын алған, я? Құттықтаймын, сен сан лайықтысың ғой. Молодец. Сатып алған ғой, оңбаған. Сонымен көреміз, балапан ақ қара түсті, яғни черный белый телевизормен балапан телеарнасын көріп отырған балалар. Балалар, мына доп қандай түсті? Қара. Дұрыс айтасыңдар, сары. Саспа, уайымдама. Да, ну, гүлба, ну. Бәріміздің басымыздан осындай жағдай өтті. Демек, базарда адасып кеткен бала. Мама, жоқ. Дәл осы жағдай баланың ішкі ойымен. Саспа, уайымдама. Оң жағына қара. Мамам көріне ма? Жоқ. Енді сол жағына қара. Таныс біреулер бар ма? Жоқ. Мүлдем ешкімді көріп тұрған жоқсың ба? Иә. Не істейсің онда, жыла? Сөз соңында, қыз деген ана деп қана. Бағала оны, бағала. Әсіресе 10 деген бағамен. Қызға тән ізгілікпен сіздермен бірге болған 187-ші үй командасы. Қыздарға тағы бір қол шапалақ. Көп рахмет. Ал келесі балдарыңызда Семей білім инновация лицейінің құрамасы Bill Gates командасы. Аяма шапалақты есіңде ме? Қыздар мен жеке карантинсіз сатуға дегірей қартық біз қатты кубокты аламыз дарды. Қанша жыл өтсе де чемпион өзгермес, қаламыз әлі де сахнада із Bill Gates, кеш жарық Нұрсұлтан. Жігіттер, Нұрсұлтандамыз. Бұл қалада кімде бір қандай қызықтар болып жатыр жалпы? Ей, қызықтар дейсің ба? Мынаған қарасай, қандай қызықтар бар екен, кімдер бар екен? Дос пап қыздың қыздар ғой, танысып тасай. Танысам. Привет. Привет. Ты случайно не тостер? Нет. А почему тогда греешь мое сердце? Ты случайно не телефон? Нет, а что? А почему тогда моя бишка не разрешает тебя видеть? А ты случайно не Сочи? Нет, а чё? Тогда почему ты так всех бесишь? Айтып тасташ. Вы случайно не... Не корона, бро? Не, у меня аллергия на апельсин и на некрасивых девушек. Смотрю, тут нету апельсина. Фу, бесишь. Мән, негіз бар ғой, досым, подкаттарын дұрыс өтпеген сияқты негіз. Қыз ренжі қалды ғой, апельсин ұстап тұр. Карантиннен мына жаққа келгендегі басты ол көбі. Жігіттер, ол дұрыс айтады. Байқап қарасаңдар, карантинге жалғыз алғыс айтатын команда ол біз екенбіз. Неге?
соның арқасында чемпион болып қалып отырған жоқпыз ба? Олай болса, зумда камераны өшіріп тастап ұйықтайтын Билл Гейтс. Біз бастаймыз! Ким Кардашьян. Өзінің кардеші кім екенін білмейтін бала. Сонымен көреміз, лицей оқушылары Дубайда. Жігіттер, Дубайдамыз. Дубайда. Қайда қыдырамыз? Жігіттер, былай істейік. Таңнан кешке дейін загар алып пляжда жатайық. Жоқ. Одан да барлығымыз Бурдж Халифаға барайық. Жоқ. Одан да орға бәріміз 500-ден жиналып тост жасап пояс ойнайық. Давай. Зум еркей. Зумда кешке жақын болатын жиналыс. Сонымен достар, қиялымызға ерік беріп көрейік. Басқа да бір әлемдегі жануарлар лицейіндегі тәрбие сағаты. Жоқ, мен түсінбеймін да, Тасбақа, сен айтшы, қалай ғана сабаққа кешуге болады, соны айтшы сен маған. Ал сен жираф, сен сораймай алдыңғы партаға отыруды қойшы айналайын. Ана артта отырған құмырсқалар тақтаны көре алмай сабақ оқи алмай жүрсен кезде. Сен күлмеңдер. Ана өздеріңдей өзге кластың пингвиндеріне қараңдаршы. Сүйсінесің ше, қашан қарасаң әппақ рубашка, қап-қара костюмшаларымен жүреді. Сүйсінесің. Ал сендердің жүрістерің мынау. Білесіңдер ме, ата-аналарың сендер лицейге не үшін жіберген? Не үшін жіберді? Осы бір орманның бетке ұстар, көрікті бір малы болсын деп жіберді. Ал сендердің жүрістерің мынау, адам иығылық жасап. Жарайды жігіттер, оны қойыңдаршы. Көңіл күй түсірмей қойық, тәрбие саты ғой, не дегенменде. Ағай, сиыр қайда? Сүтпен шай ішпедік па? Өткен аптағана көфтемен макүлі бөжедік қой, ұмытып қалыңдар ма не? Ағай, кешіріңіз, жігіттер, міне сүт. Сиыр? Шошқа братан қайда? Рахмет. Сөз соңында экранға назар аударайық. Жеміс алам десеңіз, суар бағбан бақшасын. Бай болам десең жинаңыз, Шымкент қыздың ақшасын. Нұрбақыт Серікұлы. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Семей білім инновация лицейі Билл Гейтс. Келесі кездескенше. Көп рахмет, керемет. Ал келесі обалдарыңызда Павлодар Ол білім инновация лицейінің құрамасы Ажы Биберлер командасы. Дуғыл шапалақпен қолдап қойыңыздар. Көп рахмет. Футболдан кейін аяқ киімдерін терезенің сыртына шығарып қоятындар. Армысыздар! Құрметті көрермендер, ойын алдында біздің КВН команданың аты басқандай болған. Алайда Нұрбақыт ағайдың осы сөздері біздің ойымыз өзгертіп жүрді. Жігіттер, бүгінгі ойынға менде бір әзіл бар еді. Гондурасдағы бір имам креще Жігіттер, осындай әзілдерін болмайды. Ойбай жүда, неге? Нұрбақыт ағай айтып жүрді ғой. Дінге, нәсілге, саясатқа, басқа командалардың мазақ етуге, және ең басты Павлодар қыз лицейіне әзіл айтуға болмайды. Жалпы сценарий жоқ дейсің ғой, Сценарий болмаса, онда жаңалықтарға өшейік. Мысалы, Павлодарда 12 жыл бұрын велосипедті ұрлап алған адамды ұстап алыпты. Онда Астана қыздар лицейінің президенті Айымның жүрегін ұрлағаны сотталып кетпесем алды. Ендеше алдарыңызда укулеле мен дембелен шатастыратын Ажы Биберлер КТЛ командасы. Кетті! Алдарыңызда миниатюра. Өте көп сөйлейтін мұғалім. Жалпы осай гүл әдәтелерін өзін отырып қалған қыздың тұрмысқа берген ғой. Ал сабағымызға оралайық. Антарктидадағы пингвиндердің жұмыртқа басуы Қазақстандағы демографияға қалай әсер етеді екен?
Тамашалаймыз. Жатақхана, карантин, әби. Жат бол, отбой! Қайран дистанционка! Бір жыл охранниктерге отбой жасап шаршадым. Ойынымызды Конго лицейіне слесарь болып кет қалған дядя Колян сөзімен аяқтаймыз. Ай! Саған да орын бар! Ай! Орындалады армандар! В кармане 5К! Шүкір! Алдарызда өнер көрскен, жай жүрмей Конгоға лицей салдырып тастаған Павлодар білім инновация лицейінің Ажы Биберлер КТЛ командасы. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Ал келесі балдарыңызда Өскемен білім инновация лицейінің құрамасы Десеңе деген команда. Сәлем көрермен, бізді көрермендер жалпы көреді екен. Қалайсыңдар, ей, бұл десең яғы құма, ей. Сонау шығыстың алтын қақпасы Өскеменнен келді. Сәлем, КХЛ! Ей! КТЛ! Құрметті көрермендер, жалпы Өскемен қаласы мен Нұрсұлтан қаласы өте ұқсас екен. Сіздерде есіл бар, бізде ертіс бар. Сіздерде конгресс холл бар, бізде ДКМ бар. Сіздерде бәйтерек бар, бізде де бәйтерек бар. Біздің бәйтеректі бәйтерек дейсің бә? Оның кіретін ішіне есігі да жоқ қой. Сонымен мақтанып тұрсын ба? Бүгінгі ойынның тақырыбы көптен күткен КТЛ. Негізінде көптен күтетін нәрселер көп. Мысалға экспо. Оны күттік қазір тұр. Ешкімге керек жоқ. Тағы айта кететін нәрсе ол мектепке тексеріс келгенде. Біз оларды кәдімгідей күтеміз ғой. Бізді қойшы мұғалімдер жүгіріп сүрініп анда бәрі күтеді ғой оларды. Мысалы 7 мамырды көп күтеміз ғой. Қысығы қыздар да жоқ қой. Сен де бір қайдағы жоқ еске сал. Құрметті көрермендер, егерде біз осы ойынды жеңбесек, Аби бізге Өскеменге жаяу қайтасыңдар деді. Олай болса жаяу қайтуға келмеген Десенге құрамасы. Кеттік! Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сонымен көреміз, өте ебедейсіз жауынгер. Қолтығынан бір-ақ тыққансың ғой. Мұғалім мен оқушының арасындағы болған оқиға. Сол жағдай солай дейсің ғой. Сонда, қорықпасаңшы, сен неге қорқасың? Қоңыз ор кеткен бе сенің, қоңыз ор? Алмасағай, бізде сабақ басталды. Ё-майо! Сонымен тамашалаймыз, әңгімеге өте жақын мұғалім. Сол балалар жазамыз. 27 ақпан диктант демекші ауа райы керемет. Апай, сәлеметсіз, кешіңіз, ұйықта қаппын, кірсем бола ма? Менде де сондай оқиға болған. Ұйықта қап директордан сөз естідім ғой. Таңға дейін созылған тәрбие сағатынан кейін оқушылар. Негізінде әби дұрыс айтады, чаршы кеттім бірақ. Бауырым, мен бе? Сен. Отырш. Жатшы. Ұйықтайықшы. Жалпы Өскемен қаласын бәрі газ дейді. Негізінде газ деген жақсы ғой, тормоз дегенше. Сіздермен бірге болған Өскемен білім инновация лицейінің Десенге құрамасы. Рахмет. Жергілікті ұлдарыңыз Нұрсұлтан ұл білім инновация лицейінің құрамасы Шаңыраққа қара командасы. Ердәулет, сахнан бір қараш, әби отырма. Жоқ. Онда жер аттың басын. Атак, мына жерде де дистанция сап жүргенсің ғой. Сен негіз боссың. Тоқта, аблаңа еш нәрсе айтып қоймай,
Ну, здравствуй, Павлодар! Сен қуасың ба? Қайдағы Павлодар, Астана ғой? Осы біздікілер де қызық. Мұғалімдер секілді ойынды аяқ астынан ауыстыра салады. Ассалаумағалейкум, Нұрсұлтан! Жігіттер, көптен күткен КТЛ сағынып келдік. Ренішім бар. Қандай реніш? Мен Марал кешеде вальсқа шақыруды қойыңдаршы. Тоқтай тұрыңдаршы. Құрметті көрермендер, араларыңызда мына сөмкені жоғалтқан адам жоқ па? Давай одан да шын ашып көрейік, сосын білеміз ғой кімдікі екен. Давай. Ең алғашқы толған шампун ғой. Дүйсенбінікі, сейсенбі, сәрсенбі. Явно Силманбек көкенікі точный. Жігіттер, сендер Сельманбекке олай прикол ұстай бермеңдер. Неге? Атак ол менің крышам. Құрметті аппаратурадағы отыратын ағай, микрофонды өшіре саласыз ба? Сірә сөйлейтін сөзім жоқ, мынаны зірәт кісі босқа кетіп пысырып болмай ма? Давай. Қойыңдаршы болды. Жігіттер, неге именно осы ойын Нұрдада, немесе біздің су жаңа лицейімізде неге өткізілмейді? Құрметті көрермендер, су жаңа демекші біздің мектебімізге жаңа ғимарат берілді. Енді басымызды раковинада жумаймыз. Асхана мен актовый зал екі бөлек. Коридорында енді футбол ойнауға болады. Ана, вот деп көтеретін нәрсені қалай деуші еді? Енді бізде лифт бар. Жігіттер, неге сол мектепті барып көру керек еді? Неге бәрібірден именно осы қыздар лицейінде өткізіледі? Жігіттер, шүкір етсеңдер. Походу абейдің дұғасы қабыл болған сияқты. Ендіше ойынымыздың басы скриптониттің түрік ағаларға айтқан әнмен бастаймыз. Өте инабатты абыла зумда камерасын қосып отырады екен. Сонымен көреміз, Гиннес кітабына енген Муаммер биді үйдегі жеңгеміз осылай еркелеседі екен. Пифагорым менің, рекордсменім мен, құдай. Активити жоспарланып, болмай қалып хакке кірген активити. Сонымен көреміз достары. Білім инновация қорында болған оқиға. Ағалар, тік бол бұла ойнамайды ғой, ема. Тұтығып сөйлейтін мұғалім, мен мына зумға 40 минут жетпейді айтады дейді. Сонымен көреміз Астана ұл мен Астана қыздың директорларының әңгімесі. Ағай, звонаңшы. Тыныш, звонып отырмын. Алло, Қуат қожам, ассалаумағалейкум. Енді сізде абла бар дегендей. Давай. Бізде әби бар дегендей. Давай. Бүгін кешке бастарын бірге қосып волейбол ойнап. Давай. Сөз соңында. Қазақ өте қонақжай халық. 3 жыл қатарынан басқа қалаларға шығып, ақтық мәреге жолдама ала алмадық. Осы жылы өз қаламызда ойнайтын бақ берді. Құрметті қарсылас командалар. Шаңырға қараңдар, Тоқтаңдар. Братан, болды, на микрофонды қоса берсе, келесі команд шықпай ма? Көп рахмет. Және де бастауыш сайысын тамамдайтын Павлодар қыз білім инновация лицейінің құрамасы 6 мадам командасы. Алдарыңызда қызыл зонадан шығып, қызыл формаларын киіп алып, көңіл-күйлеріңізді қыздыртатын 6 мадам. Біз бастаймыз! Кеш жарық, Нұрсұлтан! Нұрбақыт, Нұрбол, Нұржан. Ал біз жігіттеріміздің аттарын айтпай тұрмыз, не? Қыздар, білесіңдер ме? Сахнаға шықпағалы көп болды. Мен сахнаны қатты сағынып кеттім. Білесіңдер ме? Мен сахнаға шыққанда өзімді модель деп сезінемін. Ал мен жұлдыз. Мен дөнер. Мен айналып тұрам, барлығыман қарайды.
Айтпақшы қыздар, сендер менің жаңа каблуктарымды көрдіңдер ме? Көрсетші бізге, көрсетші. Ендеше Павлодардың Абу қыздар қарсы аласана! Кеттік! Елестетіп көрейік, егер де қазандар сөйлей алса. Қазан қаш! Не болды? Қасықтар! Марс қыздар лицейіндегі болған жағдай. Басым майланып кетті. Жуайын ба, жумайын ба? Скафандр ке салсай? Тамашалаймыз Қазақстан тарихы сабағында. Келесі сұрақ, қазан төңкерісі қашан басталды? Лицейдегі шай пакетігі. Уа, халайық! Шаруам жоқ! Түсімді шықпай жатыр ғой! Қойсаңдаршы! Болмай қалған 20-шы жылдағы финалистер. Финал болмайды, финал! Анау қапшықты әкел! Хотя бы біреу алып қашсын да. Құрметті Нұрбол ағай, КТЛ ойнағанымызға 3 жыл болды. Сол 3 жылдың ішінде 3-ші орындар болды, 2-ші орындар болды. Бірақ біз ренжімейміз, өйткені біз КТЛді жақсы көреміз. Ендеше, сіздердің алдарыңызда болған Павлодар қыздар құрамасы 6 адам. Бұл соңғы жыл. Көп рахмет. Командаларға тағы бір дуғол шапалақ. Барлық командаларға. Және бастауыш сайысына ұпайларын алмастан бұрын барлық командалар өтініш ортаға. Әділ қатар, сіздер дайын болсаңыздар, бастауыш сайысына ұпайларын алайық. Максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Алғаш боп ортаға шыққан Өскемен Нұрорда Шоколад командасы. 9, 10, 8, 8, 8. Нұрсұлтан қыз 187-ші үй. 7, 7, 7, 9, 8. Семей Билл Гейтс. 10, 10, 10, 10 және де 9. Павлодар ол Ажы Биберлер. 8, 9, 7, 7, 7. Өскемен ол десеңе. 8, 8, 6, 6, 6. Нұрсұлтан ол Шаңыраққа қара. 10, 10, 10, 9, 9. Павлодар қыз 6 адам. 10, 10, 10, 8, 8. Сәлемдесу сайысы бойынша орташа ұпайлар. Өскемен Нұрорда Шоколад 8,60. Нұрсұлтан қыз 187-ші 7,60. Семей Билл Гейтс 9,30. Семей Билл Гейтс командасы уақыт шектеуін асқан үшін минус 0,5 ұпай өкінішке орай. Павлодар ол Ажы Биберлер 7,60. Өскемен ол 6,80. Нұрсұлтан ол Шаңыраққа қара 9,60 және Павлодар қыз 6 адам 9,20. Рұқсат болса, келесі сайысымызға көшейік. Оқиғалық ширату. Әділ қазылар тарапынан бір жағдаят, яғни ситуация беріледі. Командалар тапқырлықпен жауап беру керек. Алғаш боп ортаға
Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының вице-президенті Нұрбол Төлебаев мырзаны сахна төріне шақырамыз. Доғыл шапалақпен. Нұрбол ағай, сіз қордасыз, сіздің кабинетіңізге оқушылардан бірі кіріп кеткен. Сіз олардың үстінен түстіңізді, сұрағыңыз, ал не таптың ал? Түсінікті ме? Не таптыңдар ал? Рахмет, рахмет. Өскемен Нұрда шоколад. Ал, не таптың ал? Мен Кәусардың жүрегін таптым. Сен Кәусардың салмағына қарай алтын дайындадыңдар ма? Кәусардың салмағына қарай алтын дайындадыңдар ма? Ол өскен кезде салмағы үлкен болады, сол үшін қазір беріп қойыңдар алтынды. Қашы? Жақсы. Папаң айт. Павлодар қыз, алтын адам. Ал, не таптыңдар ал? Жұмағыңыздың кілтін таптық. Рахмет. Павлодар ачы биберлер. Ал, бұл кабинеттен не таптың ал? Құлсарын бюджетін іздеп дым таппадың ғой. Шаңыраққа қара Астана. Ал, не таптыңдар ал? Кубок! Билл Гейтс, Семей. Ал, не таптыңдар кабинеттен? Бұл сұраққа көзі көрмейтін бала жауап берсен. Ағай, прикол ұстамасаншы. Болды ма? Астана қыз. Астана қыз 107-ші үйге. Ал, не таптыңдар ол осы Ағай, кабинеттен? нан ұрсын ешейін таппадым. Болған сияқты? Рахмет. Егер жауаптар болмаса, көп-көп рахмет, Нұрбол ағай. Жақсы. Келесі балдарыңызға Нұрода мектеп лицейінің директоры Селман Бейді ортаға шақырамыз. Селман Бей, сіз енді актерге ұқсайсыз. Рахмет. Иә, шын актерсіз. Және алдыңыздағы тұрған кісіге айтасыз, кешіріңіздер, мен мұндай киноға түспеймін деп. Жарайды. Командада дайын ба? Түсіндік сұрақты. Селман Бей актер, кешіріңіздер, мен мұнда фильмге түспеймін. Кәусарды ойлайсың ба? Кәусар туралы ойлайсың ба? Нұрбол ағай, сіздің күйі баласында жүр. Павлодар ачы биберлер. Жігіттер, білесіңдер, мен осында киноға түспеймін. Ағай, мен сізге ештеңе предлагать етіп тұрған жоқпын да. Рахмет. Шаңыраққа қара Астана. Жақсы. Ал, жігіттер, білесіңдер, мен осында киноға түспеймін. Ал менімен бірге ше? Күшті. Өскемен Нұрда шоколад. Ағай, біздің финалға түсіңізші, пожалуйста. Жігіттер, білесіңдер, мен осында киноға түспеймін. Неге? Ағай, сіз біздің лавсторимызға түсіңізші, пожалуйста. Жарайды, түсемін. Бафқыс алтын адам. Қыздар, білесіңдер, мен осындай киноға түспеймін. Түспей қойыңыз, менің каблуктарым түсей қалады. Кеттік. Өскемен Билл десең я. Жігіттер, білесіңдер, мен осындай киноға түспеймін. Ай, мен сіз түсіп тұрған жоқпын, артыңыздағы бәйтерек шын ба? Күшті, молодец.
Сбилгейтс семей. Жігіттер білесіңдер, мен осындай киноға түспеймін. Ағай, сіз түспейсіз ғой, сіз түресіз. Жақсы, күшті. Павлодар ачы биберлер. Жігіттер білесіңдер, мен осындай киноға түспеймін. Пожалуйста ғой, Киану Ривз келмей қалды. Жақсы, рахмет. Асқыз 177-ші үй, 187-ші үй. Қыздар білесіңдер, мен осындай киноға түспеймін. Ағай, ал былайша. Рахмет. Нұрорда Өскемен шоколад. Ал жігіттер білесіңдер, мен осындай киноға түспеймін. Ал Нұрорда Өскеменде ше? Түсемін. Рахмет. Соңғы жауап болсын. Соңғы жауап жарайды. Павлодар ачы биберлер. Ал жігіттер білесіңдер, мен осындай киноға түспеймін. Ис. Реакция? Жарайды. Жақсы. Көп рахмет, Сәлима бей. Hocam мен де рахмет айтам. Кеш жарық баршаңызға. Доғыл шапалақпен. Келесі топ сахнаға Айгүл Акингереевнаны шақырамыз. Абай, сіздің жағдайыңыз, сіз асхана жұмыскерісіз, оқушы кешкі асқа кеш қалған, және сіздің сөзіңіз кешкі ас қалмады, ужин қалмады. Тамақ қалмай қалды. Ал жігіттер тамақ қалмай қалды. Сіз Билгейтс семей. Айта беріңіз. Тамақ қалмай қалды. Апай, жарайды онда біз Дубайға барып 500-ден жиналып тост жасап PS ойнай саламыз. Жақсы. Өскемен Нұрорда шоколад. Жігіттер тамақ қалмай қалды. Хотя бал жаулайын. Шаңыраққа қара Астана. Жігіттер тамақ қалмай қалды. Неге бәрін жеп қоясың? Асқыз 187-ші үй. Қыздар тамақ қалмай қалды. Жарайды, апайдың қанын ішеміз ғой. Павлодар ачы биберлер. Тамақ қалмай қалды. Апай, чуть-чуть тауып беріңізші, мынаны то жалко уже. Болды ма? Өскеменде бар екен. Өскемен бел десең е? Бірақ тамақ қалмай қалды. Түй, жарайды, қарындастарым бар ғой, тамақ дайындап береді. Шаңыраққа қара Астана. Тамақ қалмай қалды. Қой, онда барып өзім істей салайын. Павлодар қыз алтын адам. Тамақ қалмай қалды. Жарайды, қуырылған тауық бара саламыз. Екінші жауап. Сразу екінші жауап. Тамақ қалмай қалды. Апай, оны қойыңызшы. Формаңыз күшті екен ғой, бізге қосыла салыңыз. Сбилгейтс семей. Ровно тамақ қалмай қалды. Бұл сұраққа оразадағы бала жауап берсе. Жақсы. Көп рахмет. Доғыл шапалақ сізге. Келесі білім инновация халықаралық қоғамдық қорының солтүстік аймақтық координаторы Алмас ағайды шақырамыз. Алмас мырза. Алмас ағай, сіздің жағдаятыңыз келесі. Сіз оқушыға машинаның кілтін бересіз, бір нәрсе алып кел деп. Ол келеді, бірақ машинаның кілті жоқ. Сіздің сұрағыңыз, машинаның кілті қайда? Павлодар ачы биберлер. Машинаның кілті қайда? Ваша машина, ваши проблемы. Өскемен бел десең е? Машинаның кілті қайда? Қыздар лицейін ұмыт кеткен сияқтымын. Йома. Павлодар ачы биберлер. Машинаның кілті қайда? Ағай, менде права жоқ. Сіз осында адам болып тұрып, маған не алып кілт беріп жатсыз вообще? Өзім білмей қалым жүр. Астана қыз 187-ші үй. Қыздар, машинаның кілті қайда? Білмеймін, машинаның кілті қайда? Білмеймін қайда? Қайда?
Машинаның кілті қайда? Байда. Байды. Өскемен бил десең я. Машинаның кілті қайда? Ту алмаса қойыншы жүріш сабаққа кешіп барамыз. Сбилгейт Семей. Машинаның кілтін қайда жіберіңдер өзі? Ағай, ойыншық машинада кілт болмайды ғой. Бақыс алтын мадам. Машинаның кілті қайда қызым? Ағай қорықпаңыз, маникюрмен аша салам. Павлодар ачы биберлер. Машинаның кілтін қайда жіберіңдер? Мына ой қарын ашып жек қойған. Абай айттым ой тауып беріңізші бір нәрсе, пожалуйста деп. Өскемен Нұрорда шоколад. Машин. Кеше Айта бер. ағай кеше ушу отыря жоғалтырақ кешіріңізші, пожалуйста. А мен сұрақ сұраған жоқпын әлі. Машинаның кілті қайда деп. Жақсы. Көп рахмет. Алмас ағай. Орныңызға жайғаса берсеңіз болады. Келесі балдарыңызда Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының қоғамдық қатынастар жөніндегі вице-президенті Ғалымбек Бермағанбетов мырзаны шақырамыз. Ағай, сіздің жағдаятыңыз мындай. Телефон оқушыңыз шетелден келген, сізге осылайдан телефон сыйлап тұрмын, сізге деп, iPhone. Сіздің сөзіңіз қой, мен мынаны ала алмаймын. Астана қыз 187 үй. Қыздар рахмет, бірақ мен бұны ала алмаймын. Туй, Nokia алу керек етші. Сбилгейт Семей. Жігіттер рахмет, бірақ бұны ала алмаймын. Ес, осы iPhone сатып, жаңағы машинаның ақшасын шығаратын болдың ғой? Павлодар ачы биберлер. Жігіттер мен бұны ала алмаймын. Алмай қойыңыз. Өскемен шоколад Нұрорда. Сыйлықтарында ала алмаймын мен. Ағай, онда телефон маған беріңіз, Кәусарға бере салам. Десең я Өскемен бил. Жігіттер мен бұны ала алмаймын. Ағай, қараңызшы. Камерасы жынды түсіреді, ё-ма. Күліңіз. Сонда да ала алмаймын. Йо, неге? Сбилгейт Семей. Жігіттер мен бұны ала алмаймын. Ай, ктелчіктер, ай, телефон ұстамауға үйреніп ағасыңдар, Сбилгейт Семей. Жігіттер мен бұны ала алмаймын. Бұл сұраққа эмоционалды интеллекті және де IQ жоғары бала жауап берсе қалай болады? Жарайды? Астана ер шаңыраққа қара. Жігіттер мен бұны ала алмаймын. Жарайды, онда мен алыңыз. Павлодар ачы биберлер. Жігіттер мен бұны ала алмаймын. Ай, қызсыз ғой, өзіңіз алып алып енді ала алмайын деп тұрғаныңыз. Жарайды, соңғысы болсын. Бақыс алтын мадам. Қыздар мен бұны ала алмаймын. Ағай, ну неге сіз солай айтасыз? Ну неге? Жарайды. Көп рахмет. Орныңызға жайғасып берсеңіз болады. Құрметті әділқазылар, егер дайын болсаңыздар, осы оқиғалық ширату сайысына ұпайларын алсақ. Дайын болсаңыздар әрине. Өскемен Нұрорда шоколад 9, 8, 8, 9, 10. Нұрсұлтан қыз 187 үй 9, 8, 8, 9, 10. Семей Сбилгейтс 8, 8, 8, 10, 9. Қалымбек ағай өте жомарт болып отыр. Павлодар ол ачы биберлер 8, 7, 10, 8, 9. Өскемен ол десең 7, 8, 7, 9 және 7. Нұрсұлтан ол шаңыраққа қара 7, 9, 8, 9 және де 8. Павлодар қыз алтын мадам 8, 10, 7, 9, 9.
Көп рахмет. Оқиғалық ширату сайысы бойынша орташа ұпайлар. Өскемен Рода Шоколад 8,80. Нұрсұлтан қыз 187 үй 8,80. Семей Билл Гейтс 8,60. Павлодар ол Ачы биберлер 8,40. Өскемен ол Десеңе 7,60. Нұрсұлтан ол Шаңыраққа қара 8,20 және Павлодар қыз 6 мадам 8,60. Көп рахмет. Ал енді соңғы сайысымызға дайындалуға командалар шығарып салайық. Ал енді соңғы сайысымыз еркін сайыс. Оқушыларымыздың дайындап әкелген тапсырмаларын тамашалайық. Сахнаға алғаш болып шығатын Нұрсұлтан қыз 187-ші доғыл шапалақпен. Құрметті қазылар алқасы, біз астаналық команда болғандықтан сіздерді өзіміздің шаңырағымызға қонаққа шақырайын деп шештік. Төрлетсеңіздер. Келіңіздер. 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 Төрлетіңіздер, келіңіздер. Қолдарыңыз жуып кіріңіздер. Қолдарыңыз жуып кіріңіздер. Антисептикті құйған нес? Бұл қазір хит, зато 2 в 1. Мама, қонақтар кеп қапты ғой. Ой, билете қойыңдар, қазір. Отырыңыздар, дастарханға келіңіздер. Шай құямыз. Қызым ау, ана грант беретін ағайын қайсет. Мама, бұл Нұрболаттың өзі ғой. Алыңыз, Нұреке алыңыз. Сіздің көңіліңіз тоқ болса, бізге грант та болады, бәріміз аман есен боламыз. Алыңыз, сіз алыңыз. Қыздар ау, мына кісі Сұлтан Сүлеймандағы әртіс емес па? Мама, бұл актер емес. Біздің Сельман хожам. Мама, бұл Ғалымбек ағай. Қоғамдық қордың вице-президенті. Мыналардың бәрі бастық қой. Жай мұғалімдерін қайдет. Дәстүр бойынша мұғалім мен аблаларды шақырушы едік қой. Шай алыңыздар. Дәмнен алып отырыңыздар. Ал мынау менің ұлым Нұрбақыт. Елдің баласын бұрышқа қойып, оны қорқытаушы еді. Бұл балам әйтеуір үйреніп, осы бұрыштан шықпайтын болды ғой. Аман болсын. Амансыңдар ма? Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Амансыңдар ма? Жақсы. Сендер бізден кейін боларсыңдар. Барыңдар. Отағасан жақта кауап жасап жатыр. Мен ет асып жатыр едім. Бірақ әттең 3-ақ минут екен. Жарайды енді. Қонақ кел демек бар, кет демек жоқ қой. Бірақ баталарыңызды берсеңіз, Нұреке. Әуен. Арамызда үлкен Алмас мырза сол кісі әумин десін. Ал дастархан берекесін бесін. Шынай бата берем ғой. Или күлкілі бата берем. Дастархан берекесін бесін. Дастархан тек қана осылай жақсылыққа жайылсын, осылай жақсы шараларға. Осы шаңырақта киелі мекенде тек қана жақсы шәкірттер тек биік шыңдардан көріне берсін. Біз жеңіске жетейік, қыздар грант иеленсін. Аумин, Аллах бар. Әр батырдың артында
ана тұрады демекші. Анаға не істесең, алдыңа сол келер. Сіздермен бірге болған 187-ші үй командасы. Рахмет. Ай, ұлым келген жоқ қой, ұлым келмей ма? Ұлым келсін. Анасының қасына ұлы келмей ме екен? Көп рахмет. Сөйтіп кен жолы болып кеттік. Өскемен, келесі балдарыңызда Өскемен білім инновация лицейінің құрамасы ДСНГ командасы. Әр адам туылған кезде таза парақтай. Осы уақытқа парақтарда жиналғанда сіздерге жеткізбекпіз. Сондай деп білмеуші едік, саған жүріп үйреттің, жаман сөз айтушы едік, жаман сөз айтуды үйреттің, оннамша сөйлеуші едік, сен бақты ұйықтауды үйреттің, сөйлеуші едік, сен бақты сөйлеуді үйреттің, сақтанбай жүруші едік, сен маған жоқты үйреттің, туды көкке көтеріп, сен маған жоқты үйреттің, қорықпай жүруші едік. Сен маған ақылды үйреттің, ақымақ болушы едік. Ақымақ болуды үйреттің, ақылды болушы едік. Сені үйреттің, сенімсіз болушы едік. Сен сақтақ үйреттің, ондай шап жүруші едік. Құрметті көрермендер, осы әнімізбен не айтқымыз келді десеңіздер, ол қазіргі жастар көптеген олар технологияларға беріліп жатыр. Біздің ата-бабамыз қалдырған мұраларды ұмытып жатыр. Осыдан түйін, ата-бабаларымыз қалдырған мұраларды ұмытпайық, қастерлеп, қадірлейік. Көп рахмет. Ал келесі балдарыңызда Өскемен Нұрорда халықаралық мектебінің командасы шоколад доғыл шапалақпен. Дайынсың ба? Дайынмын. Белатриса, шық бері. Ары тұрыңдар, әйтпесе ана жігітті өлтіремін. Ол жігітті өлтірме. Оның тәрбиешісі қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, біліммен тәрбие беріп өсірген. Кітап қосымшасын пайдаланатын көрініп тұр. Әдемі сөйлейді екенсің. Алайда бұл жер саған кютокс емес. Мүмкін ол. Әзіл деп тұрған шығар. Астана қыз сияқты жүрелерге тамақ берейік де. Құдайым-ау, ол әзіл деп тұрған жоқ. Мына жауыздың тұтқыннан қалай құтқарамыз? Қорықпаңдар, мен құтқарамын оны. Ой, кешіріңдер. Сен кімсің? Мені бәрі Рэмбо Аби деп атайды. Мен сен сияқты қыздардан ұлдарды құтқарып, жауыздарға қарсы күресемін. Түріне қарасам артық салмақпен күресетін сияқтысың ғой. Ха-ха-ха. Күл. Қыздың қарулары болып, ол құтқарамын. Ол менің ақылымызге, абақтар жағын. Бірінші аңғада отырған қыз әдем екен. Так, кедергі жасамаңдар. Бұны мен өзім айналсам. Доғарым мына ойынды. Мен сені қарусақ жеңемін. Қалайша жеңбекшісің? Мен сені қарғап тастаймын. Ал қарғап көр. Ертең сен боянбай, түріңе әбіржіп шыққан кезде лицейге ұлдар келіп қалсын. Ал сен аймақтықты жеңіп финалға өтесің ғой. Сосын? Сол кезде финал болмай қалсын. Не деп тұрсың? Әби. Бүгін финалға Өскемен бил өтеді. О, сандырақтап жатыр.
Әби! Абишка жатыр жерде. Жасы 18-де, фристайл бітті осылай. Ең қызықты жерінде, лицейлермен нұр орда бірге. Жастарға тәрбиені берет, құндылықтар долар дәріптеп, жүректерге жеткізеді. Давай! Бақытты біз оқушылар, тәрбие мен білім алған, мейірім төккен жандар. Тәрбиешілер мен ұстаздар. Тәрбиешілер мен ұстаздарға деген ұлы құрметпен Өскемен шоколад. Көп рахмет. Ал келесі балдарыңызда Павлодар қыз білім инновация лицейінің құрамасы 6 мадам командасы. Елестетіп көрейік, егерде Қыз Жібек пен Төлеген лицейшілік драма болса. Қыз Жібек, сен қайдасың? Осындасың ба? Я, мен осындамын. Ал сен қайдасың? Оңтүстікке қарай бұрыл. Тағы да оңтүстікке. Қыз Жібек, сен неге маған қарамай тұрсың? Сен не? Футболдан келдің бе? Сен оны қайдан өтіп қойдың? Мұрныма таза ауа жетпей жатыр. Менде оған бір шешім бар. Қинатпа сен мұрныңды, қырстасай мұртыңды десең я. Төлеген, әзіл қой екенсің ғой? Білесің бе, мен сені қаншама күткенімді? 2020 жылғы финал сияқты ма? Я. Активитедегі ас болсындай ма? Жатақханадағы ыстық судай күттім. Онда бірге қашайық. Кеттік. Тоқта, төлеген, кантиндегі қарызынды төлемеген. Кантин апай? Бірақ бізде тіпті де кантин да жоқ қой. Упс. Ну, Жан, мен сенің атына бір шама тос алып едім. Немене? Біздің арамызда бірнеше тос тұрып қалды ма? Сен вообще мені жақсы көресің бе? Болды. Так. Осында ма лицейден қашып кеткен бір қыз? Осыны білмеймін, бірақ мен сіздің жүрегіңізден қашпаушы едім. О, Гүля апай, құлпырап кетіпсіз ғой. Кантинге барып қайтпадық па? Гönül sohbet istiyor дегенде. Аха! Ұсталып қалыңдар күзетші ағай мен кантин апай. Не істейміз? Барлығымыз бірге Петроға аттанайық. Әзілде кек жоқ, күлкіде шек жоқ дегенімен Петроға кішкене қызғанышы болып тұрған 6 мадам құрамасы. Біз қоштаспаймыз. Керемет. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Павлодар ол білім инновация лицейінің құрамасы Ачы биберлер. Құрметті көрермендер, елестетейік. Павлодар лицейінің 11 сынып оқушылары Құлсарда. Жігіттер, мынау қай жер мынау? Не үшін мұнда келдік вообще? Түріңе не болған? Не болған? Сол баяғы түр емес па? Вот именно. Жігіттер естіп алсыңдар ма? Бір ойнап отыр ба? Ойнамаш. Ойнаш? Ойнамаш. Ойнаш? Ойнамаш. Жүрегімде. Туалеткамды жоғалтып ап. Ей! Рахмет, туалеткам табылды. Кет жүр.
Сендер неғып жүрсіңдер мұнда? Біз қыдырып келдік. Еще Жезқазғанға барып қыдырмадыңдар ма? Астана қызының сценарийін жазғансыз ба? Сіз өзі жалпы кімсіз? Құлсарының Абишкасың? Давайте чай пить. Жасет, менен Альбени. Жұрттарда сыр с плесенью, осы жерде альбени с плесень екен ғой. Жалпы сіз мына жаққа қалай тәрбиеші болып келдіңіз? Нұрорда мектебін бітіргем ғой. Сосын Абишкам келеді айтады, сен Yellow Slave-ға Абишка болып барасың дейді. Мен ағылшым жаман ғой. Yellow Slave-ның Құлсар екенін қайдан білгем? Сосын артынан біреу келеді де басыма қап кигізіп алады да машинаға салып алады. Осай Құлсарға жетем. Бірақ машинадан шықсам, алдында Ақматадан жол, екі жағымнан аға Абишка қолымды ұстап алды. Шашу шашып жатыр ғой, осай мектепке кіргізеді. Мектептің ішінде ұқпай қалдым ғой мен, келінмін ба, Абишкам ба? Осын бәріне шош кеттім. Бұрылдым да резко есікке қарай жүгірдім. Есікке қарай жүгіріп бара жатсам, табылдырықтың алдында Нұрбол ағай отыра қапты. Кет, сен мені аттап өт дейді. Мен Абишкам осай тәрбиелемеген. Қысылдым да, аттапмай көндім де қалдым. Бірақ шүкір, енді бақыттымын. 26 балам бар. Жалпы мать героин екенсіз ғой? Отец героин ғой. Жігіттер, күлкі-күлкімен, бірақ сендерге айтып жүретін бір хабарым бар. Құлсарыға келген каждый адам, тем более 11-ші сынып оқушысы, тем более ентесі 40 бал алғандар, мұнда мәңгілік Абишка болып қалады. Жігіттер, не үшін қобалып жатсыңдар? Армияның таяғы жүйінше Құлсарылар оқушыларын ұрмаймыз ба? Құрметті көрермендер, Қазақстан қай нүктесі болмасын, қай лицей болмасын, әр Абишканың орны ерекше. Даже Құлсарының. Алдарыңызда өнер көрсеткен Павлодар білім инновация лицейінің Аджи Биберлер КТЛ командасы. Әбилерге құрметпен. Көп рахмет. Ал келесі балдарыңызда Семей білім инновация лицейінің құрамасы Bill Gates командасы. Достар, қазіргі таңда білім инновация лицейлері барлық қалаларда бар десек те болады. Сонымен қиялымызға ерік беріп көрейік. Егерде білім инновация мектеп емес, мемлекет болса қалай болар еді? 2 сағат бұрын сайланған президент кабинетінде. Осы биыл мемлекетімен біз жақсы қарым-қатынаста боламыз деген үміттемін. Рахмет. Дауыстан сияқты ма, қалай ес? Ассалаумағалейкум ағай. Ағай, қараңыз. Мен сіздің жаңа көмекшіңіз, атым Нұрбол болады. Енді сұрақтарыңыз болса, маған айтасыз. Ағай, жалпы деймді қарап тұрсақ, сіз мына жерде мәңгі отырмайсыз дегендей, мен де мына жерде мәңгі тұрып тұра бермейін дегендей. Қазір ауса саламыз ба? Ағай, жарайды, оны қоя беріңіз. Менде жаңа проект бар, ағай, қараңыз. Жаңа жоба бар. Біз аламыз да Маклюбені аламыз. Одан кейін тұрамыз да, оның ішіндегі күрішті аламыз. Күрішті аламыз да гречкаға ауыстырамыз. Одан кейін ол Ақлюбе емес, ол Қаралюбе болады, ағай. Қалай? Ұнады ма, ағай? Қарастырасы? Мына президент біз не үшін сайладыға? Мемлекет дұрыстап билемей ма? Бір КТЛ-шік десең өзіңе тиеді. Мынау кім? Бұл біздің министр ғой осы, халықтың наразылығын жеткізіп жүреді өзі. Онысы жақсы екен. Сен былай істеші, менің басым ауырып тұр мына арада. Сен маған бір шай мен бір альбин алып келіп берсең. Ағай, сіздің осылай айтатыныңызды білген бар ғой, сондықтан міне чай, міне альбини. Егер керек болсам, осында мынағай қорықпаңыз. Мынау жақсы екен ғой. Шұғыл жаңалықтар. Бір топ тәрбиеші необитаемый островқа түсіп кетіпті. Қазір ол остров обитаемый. Мына дауыс қайдан шығып жатыр? Телевизор өзінен өзі қосылып кеткен дейсіз? Бұл жаңадан жасалған 3D инновациялық технология. Сен мені естіп тұрсың ба не? Мынау қыз екен, жаредіңді жалғастыра бер. Биыл мемлекеттерінде тосттардың бағасы күрт өзгеруде. Бұл жайлы сіздің пікіріңіз? Жақсы, рахмет, біз сіздермен қоштаспаймыз. Қызық болды ғой. Ағай, қараңыз. Менде тағы да бір бомба проект бар, ағай. Мен еліміздің лингвистикасын дамытамын. Сондықтан да жаңа сөздер ойлап таптым, ағай. Қараңыз. Маклюбека, Маклюбені жақсы көретін бека. Одан кейін континейджер, континде көп отыратын тинейджер. Ағай, қараңыз, тағы да бар. Кездейсоқ бет, кездейсоқ болатын тәрбие сағаты.
одан тағы бар изин оңай берілетін изин. Қарастырыңыз, міндетті түрде ұмытпаңыз, иә? Шұғыл жаңалықтар. Мыналар мені өлтіретін шығар, жұмыс өткізбей қойды. Расымен де жаңалықтар бар екен. Халық өзін арасында. Тұршы, шұғыл жаңалықтар. Білем, мен халқым дертке отырым, президент мырза, біздің талаптарымыз бар. Ол қандай талаптар? Ана мұғалімдер жыл сайын ауыстыра беремендер. Осы талаптарды қарастыр, мен қазір тағдал келем. Дұрыс айтады. Жыл сайын емес, ай сайын ауыстыру керек. Ай сайын. Шаршағаннан шығар жарайды. Ағай, бір нәрсе айтсам бола ма? Не айтасың, не? Нұрсұлтан қыздар лицейінде КТЛ ойындары болып жатыр. Барып қайтарсыз. Мынау деген керемет жаңалық қой. Кеттім мен онда. Сіздердің алдарыңызда оғаныз Билл Гейтс істемей. Рахмет. Келесі балдарыңызда Нұрсұлтан Ол, Шаңыраққа қара командасы. Көп рахмет. Біздің фантазия, егерде тәрбиешісі мен оқушысының денесі ауысып кетсе, қалай болар еді? Сонымен тамашалаймыз. Ё-мое, мен конференц залда ұйықса қалқым ба не? Тем более костюм шалбармен. Чё за тебір мынау? Аби, ұрмаңшы, көмтам, өзім жинайым. Аби, нес? Ё-мое, мен тәрбиеші болып кетіппін ғой. Мыналар натуры костюм шалбармен ұйықтайды екен ғой. Блин, бетке қарандаршы. Мұнанда түрме қалай өмір сүрге болады осы? Мен тәрбиешім ғой, несеге болады? Оқушылардың арманы тәрбиешілерін бүлмесін көру. Мен бар бүлмені бір тексеріп келейін. Ассалаумағалейкум дәке, қайда баратсыз? Сол бөлмеме. Естімедіңіз, бүкіл бөлмені дезинфекция жасап тастады. Енді ешқандай бөлмеге кіруге болмайды. Блин, тәрбиешілердің бүлмесін көру бұйырмады ғой. Жүріңіз, одан да барып шай ішіп қайтайық. Жүр. Мен оқушының денесіндемін ғой. Мен өз денемді тез табу керекпін. Қандасымның бір звондасы вообще косяк болады ғой. Маған біреу жазып отыр. Блин, мен түркше вообще білмеймін ғой. Не айтты болады? Bu akşam alırım. Ben de kimse tutamaz. Так, тәрбиеші тағы бізге не айтушы еді? Жігіттер, қыздармен вообще сөйлеспеңдер. Тәрбиешіміз осы сөзді бізге күн түнімен айтатын. Контактыларын бір тексерейінші. Так, универ, сәке, қарындасым 1, қарындасым 2, қарындасым 3, қарындасым 4, қарындасым 5. Ена тәрбиешінің қарындастары көп қой, Мыналар звонок тұр, вообще қызық. Қарындасым 17 звонок отыр. Алло. Сәлем, Дима. Мен ғой Айгуля, старысты. Айгуля Дима де, Айгуля. Не ғой, мен бүгін туған күнім еді, кешке келсеңші. Тем более группада жалғыз болсын. Жалғыз бол дейсің бе? Давай, барам. Сосын келсең өткендегідей шайып кетпеш. Қалай сонда? 4-ші курстың студенттеріне тазалық туралы әңгіме айтып қуасың сен де. Құрсын, одан да мен барып жиналайын. Мади сенсің бе? Аби, сіз ба? Мен ғой. Денелеріміз ауысып кетіпті ғой. Қалай ол сонда? Білмеппін. Сен қайда жиналдың? Сен сіздің қарындасыңызбен кездесуге үндемей жүр, бәле екенсіз ғой, Аби. Сен осындай жерлерге барғанша өз уақытыңды дұрыс бір нәрсеге жұмсамайсың ба? Аби. Неге именно сіз сөйлеген кезде осыны өлең қосылып кетеді? Мұғалім болу әрқайсының қолынан келе береді. Ал тәрбиеші болатындар өте аз. Сіздермен бірге болған болашақ тәрбиешілер. Астапыралла қойай. Рахмет! Көп рахмет. Осымен еркін сайыс өз мәресіне жетті. Құрметті командалар ортаға. Көп рахмет. Рұқсат болса, кешімізді қорытындылап, әділ қазылар алқасына сөз берейік. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының қоғамдық қатынастар жөніндегі вице-президенті Қалымбек Бермағанбетов мырза.
Қайырлы кеш, құрметті жарысқа қатысушылар, ата-аналар, оқушылар, әріптестер. Негізі сағынып қалыппыз. Қатысушылардың өздері де айтқандай, бізде осындай себеппен бас қосып, Павлодарда қызыл зона болып тұрса да, отмена болды демей, барлық мүмкіншіліктерді соңына дейін қолданып, бізді бір араға келтіріп отқандарыңызға рахмет. Әсіресе мына Өскеменнен келген жігіт өте керемет. Бәріміз бір қол шапалақтап қояйық. Жалпы мақсаты біздің оқушылардың, шәкірттердің жан-жақты болуы ғой. Сол мәселені толық көрсетті деп ойлаймыз. Осы жерде біз сахнада 1,5-2 сағаттық көрініс көргенмен, 1,5-2 жыл, бәлкім 3 жыл бағана Павлодар қыздар лицейі айтып қалды, 3-ші орын болдық, 2-ші орын болдық деген сияқты жылдармен келе жатқан еңбектің нәтижесі және идеялар ұсынып отырған барлық сыныптастары, мектептегі барлық достарының барын аманатын арқалап келіп отыр. Сол себепті бәріне ерекше рахмет айтамыз. Және барлық көрген нәрселеріміз бұл жерде жеңіске жету әрине қуаныш береді, бірақ бұлмен сіздер үшін жиналған барлық тәжірибе өмірде де көп пайдасы тиетінін, қазіргі заманда жан-жақтылық, өздерінің еркін ұстау деген сияқты. Сол себепті бәріңіз жеңімпазсыздар. Рахмет айтамыз. Нұрбол мырза, сіздің командаңызға әсіресе көп рахмет. Рахмет. Сол. Нұрорда мектебінің директоры Селиман Шемшек мырза. Баршаңызға кеш жарық. Барша оқушыларымызды құттықтаймын. Өте керемет өнер көрсеттіңдер. Арасында, молодец, ең позитивный Бердібек деп ойлаймын мен арасында. Арада әзірлердің арасында өте мағыналы тәрбиешілікке болсын, мұғалімдікке болсын, күшті ойлар, приколдар өткізіңдер. Сол үшін рахмет айтамын. Араларынан әр командадан 2 мұғалім керек деп ойлаймын болашақ үшін. Қол көтересіңдер ме? Қай командадан 2 мұғалім? Нұрбол ағай? Yani Астана қыздардан мұғалім болмайды, по-моему, болашақта. Біз мұғалімдіктік, тәрбиешілікті тек қана приколға емес, шынымен де өмірге айналдыруымыз керек деп ойлаймын. Араныздан абишкалар, аблашкалар шығады деген үміттеміз. Баршаңызға мен болашақта жақсы бір өмір тілеймін. Мен осы не жөнде айтпасақ та болмайды. Ковидтен әрқайсымыз сақтанайық. Болашағымыз жақсы, мықты болсын. Баршаңызды құттықтаймын. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының солтүстік аймақтық координаторы Алмас Мұқанов мырза. Кеш сыйладыңыздар барлықтарымызға. Біріншіден өзімізге, бәрімізге осындай бір сыйлық жасадық. Рахмет. Біріншіден осы қол шапалақтап қояйық бәріне. Шынымен осындай кештерді біз бәріміз сағынғанбыз, көрініп тұр. Оқушылар жатақханада өмірді бағана көрсетіп жатыр, жаңағы тәрбиешісі кеп күзетшілерге жаңағы отбойды айтып жатқаны. Мен бір сұрақ бар, Павлодар қыз неге 6 адам, бірақ та 5-еуіңіз? Или 6-шы мадам мен екен. 6-шы мадам сіз бе? Енді біліп жатырмын. Күшті. Бәріне сәттілік тілеймін. Өте керемет. Мағына Селиман мырза айтқандай, мағыналы көріністер де бар жалпы. Сондықтан мен ойлаймын, сіздер шыны керек өз мектептен қатты сағынған сияқтысыздар. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Өте керемет. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының вице-президенті Нұрбол Төлебаев мырза. Рахмет. Қайырлы кеш баршаңызға, құрметті қатысушылар. Ең алдымен сіздерді жіберіп, осында сіздерге сеніп, біздерге сеніп жіберіп отқан ата-аналарыңызға рахмет. Дайындалып, сіздерді осында алып келген, дайындалып келген сіздерге үлкен рахмет ең біріншіден. Бұл жарысты біз негізі аймақтық болғандықтан Павлодар қаласында өту керек болатын. Бірақ та біз Астанада финал өткіземіз. Финалдың басқа аймақтықтардың бәрі жаңағы Павлодарда өтсін, басқа қалаларда өтсін деп шешкен болатынбыз. Алайда Павлодардың
қызыл аймақ болғанына байланысты осы Нұр-Сұлтан қаласына өзгертуге тура келді. Соған қарамастан командаларымыздың бәрі дайындықпен жақсы, өте керемет көңіл күймен келген. Біз қарап отырмыз, биыл 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған көңіл тапқырлар лигасының құрамы жаңарып қалған. Астана ауылдар лицейі толығымен жаңа командамен келген, қыздар лицейі де жаңа команда. Мына жерде мен бұрыннан келе жатқан, көріп отқан екі команда, ол Павлодар қыздар мен Өскемен школат командалары. Қалғандардың бәрінің осы жылы жаңа тәжірибе алып атқанын көріп отырмыз. Бәріне сәттілік тілейміз. Рахмет. Осы біз айтып жатырмыз, көңілді тапқырлар лигасына қатысып, жоғарғы оқу орындарына түсіп, көбісі тәрбиеші атанып, мына жерде отырмын, мына жерден бастап біздің оң жақ қатарымызда, сол жақ қатарымызда жүреді, көбісі көрмей қалдық да. Семейдің жетекшісі болып келген ағайымыз, абимыз осында отыр, мысалы көріп отырмыз. Астананы не істеген, дайындаған тәрбиеші Жаңаөзеннен былтыр қатысып орын алған. Жалпы бұл кісілердің бәрі тәрбиеші болып, сіздер де жаңа астапыралла тәрбиеші болмайын деп жатсыздар, енді абайлаңыздар, ол сөз. Сондықтан сіздерге де мынау бастап атқан жаңа жолдарыңызда сәттілік тілеймін. Бұйырса, мына көңіл тапқырлар лигасы болғандықтан жеңетіндер болады, жеңбейтіндер болады, бірақ та біз бұл жерде өзі көңілді тапқырлар лигасы болғандықтан көңілмен келіп, көңілмен кетіп, бір-бірімізге деген бауырмашылдығымызды, бағана бір-бірлеріңіздің ойындарыңызды, әзілдеріңізге шығып жатсыздар. Ауыр әзіл болса да, менің каблуктарым бар, шығады, енді қандай. Соған қарамастан сол бауырмалдықтарыңызды көрсетіп шығып ойнап жатсыздар. Рахмет, бұл сіздердің бірліктеріңізді көрсетеді. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Осындай керемет күндерде жолға берейік. Бүгін Астана қыздар лицейіне қосылып ойнап атқан ата-аналарымыз да болды арасында. Рахмет үлкен. Біздің көңілді тапқырлар лигасы тек қана оқушылармен ғана шектеліп қана қоймайтын көрдік. Ата-ана, оқушы, мектеп, бәріміз үштік бәрі бірге болып, бұйырса келешекте жақсы сәтті өмір болады деп тілейміз. Рахмет сіздерге. Мен айтайын. Бүгінгі кешіміздің арнайы қонақтарының бірі Айгүл Әкімгерейқызы осы арамызда отыр. Ол кісі Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығында бірнеше жылдан бері қызмет атқарып келе жатыр. Бүгін бізге Әділғазы болыңыз деген бір ауыз сөзімізді жерге тастамай бүгінгі кешімізге келді. Бірнеше жылдан бері осы Астанада өткен финалдарға келіп, қатысып, керемет көңіл күймен келетін. Бүгін арамызда Әділғазы, сол кісіге бір сөз берейік. Ну, тут уже все сказали. Мне просто одно хочется сказать. Так жалко, что сегодняшний день заканчивается, потому что я по-настоящему кайфую сегодня. Нереально. Здесь я нахожусь с утра. Хуатагай, рахмет вам за гостеприимство. Осындасыз ба, қайдасыз? Да, ну, он хозяин, его понять можно. Потом вот где, встаньте сегодня, посмотрите сегодня, какие ваши учителя сегодня приезжали. Тұрмыс апайлар, ағайлар. Настенька, встаньте, пожалуйста, вот. Бұлар да бүгін жарысқа қатысып бірнеше орын алды. Анастасия вот гран-при завоевал. Где у нас еще Ильнур? Қайдасыз? Вот. Но я действительно нереально кайфую, что мне аж хочется плакать от счастья. Спасибо, что вы подарили такой шикарный вечер сегодня. Көп-көп рахмет. Барлықтарына дуғал шапалақ. Егер Әділқазылар дайын болса, еркін сайыс ұпайларын алайық. Максимум 7 ұпай, минимум 5 ұпай. Өскемен Нұрорда, Шықолат. 6, 6, 6, 6, 6. Барлық Әділқазылар 6. Нұрсұлтан қыз 187-ші 7, 6, 6, 6, 6. Семей Билл Гейтс 6, 6, 6, 6, 6. Павлодар Ол Ажы Биберлер 6, 6, 6, 6, 6. Өскемен Ол десеңе. Барлық Әділқазылар 6.
Нұрсұлтан ұл, шаңыраққа қара. 7, 6, 7, 7, 7. Павлодар қыз, 6 мадам. 7, 7, 7, 7, 7. Көп рахмет. Еркін сайыс ұпайлары, орташа ұпайлары. Өскемен Нұрода шоколад 6 ұпай. Нұрсұлтан қыз 187 6,20. Семейз Билл Гейтс 6 ұпай. Павлодар ұл Ажы биберлер 6 ұпай. Өскемен ұл Десеңе 6 ұпай. Нұрсұлтан ұл Шаңыраққа қара 6,8 ұпай. Және Павлодар қыз 6 мадам 7 ұпай. Дайындалған оқушыларымызға, дайындаған мұғалімдерімізге, тәрбиешілерімізге тағы бір қол шапалақ. Және жеңімпаздарымызды марапаттау үшін құрметті әділқазыларды сахна төріне шақырамыз. Сайыстар орташасы. Барлық сайыстар орташа ұпаймен 6,80 Өскемен ұл Десеңе. 7,33 Павлодар ұл Ажы биберлер. 7,53 Нұрсұлтан қыз 187. Өскемен Нұрорда 7,80. Және 7,97 ұпаймен 3-ші орын Семей Билл Гейтс. Құрметті әділқазылар, 2-ші орын $8,20 ұпаймен Нұрсұлтан ұл Шаңыраққа қара. $8,27 ұпаймен Павлодар қыз 6 мадам. Көп рахмет. Осымен көңілі тапқыра лигасы өз мәресіне жетті. Кешімізге келгендеріңізге көп рахмет. Амандықта кездесе берейік. Сау, саламат болыңыздар.